Бүгін құрбан түгіл енді. Не, уразаға иті шunda кетіп барам. Bir dinaheli кетіп бара көңілсіз. Балалары қазанда олаларыны гіл. Қатыны яғынан туғанлары башын ішуге салып, шуңа көре ол bu балалары, өзін балалары шул қатынынан тігі башын ішуге салмасын деп, аларға динге көніктіріп, аларыны намазлар оқыттырып, үйретіп, шулай нетті оланы. Алар кіші болып, қатта юғары білім алып, енді бір шундай нәрсе енді бір енді атақлы іш енді шундай ішке бірсі енді ие болды, тағы нәрсе шулай тәскелі. Қазір енді бір өзі кетіп бара, үлкен ешті, әйдәм менге шай ішерге, жоқ деп кетіп қалды көңілсіз. Енді кетіп бара, міне шушында бір түгі яқта, йұртта отыра бір, неше тапқыр енді іскамия келемді отырам, ол зарлана башлай. Міне ешлерге яқшы, міне бұл бала да еш бит, еш мейтім. Ол бала анын не иреклігі жоқ, ол гіл аны білен идере етіп тұралар. Міне қатта мен айтам, бала бақшасын тәрезеден қарайым, алар бір сағат кіна тек ойнап жүрейлер, қалған уақытыны я тігі тәрбиешілер, я үйде әтесі, әнесі, я бесі, қар қайсысы идере еті. Алар өз тілегені біле яшескелі, алар міне ойлы, мен өссем, өзім міне шундай мұстақил болсам, міне нешік рахат менге болыр еді. Тігі әти мархум әйтәдірі, бала айтканды, әти өлсе рахатланып ойнармын деп, шун шекелі көрдіңіз міне нешік ол тігі сөйлейлер. Ауыл кіші шеттен қарайды, міне яқшы екен бұл яшілер. Яшілерге мен айтам, анарға айттым, бізні мен танқитләсәм де советлар шоң қарамастан алар бізні тоқландыралар, алар бізге тұрға фатир берелер, ішләсәң, тек қалғаны хөкүмәт біраз ойлыдыр, аштан қатала бермейдірек, яри ыштансыз қалмайдырек. Ол енді бірінші шырын айтам. Ілекке бұл шыр енді түрлі хәл болған, чөнки әти мархум әйтәдір, колхозда эшләгәндә көтіне кергәштан болмаған, ашарына тігі бір кисәк ипи, бір килы һәм 800 грамм әші қатық, шуны білән генә тик колхозда салқында машина тракторларны төзәткән, ремонт ясаған, салқында үйге қайтам ди, ашарыма юк ди, аяқсыз, қолсыз қалдым. Әбиегіз ярийді, сүлік салдырып, эшләтіп жибәрді, 200 сүлік аяққа, 80 сүлік ди, ширатлап енді, қолға ди, қолларыма эшләп кетті ди. Шулай, бірінші шырында енді ол нете башлады, біраз яши башлады халық, Хрущев шырында біраз, шуны айтасы келі. Қазір мен айтам, қазір нәрсе мен айтам, алар бит мәктәпні бітірсе, юғары оқу білім алырға, юғары оқу йортына кіріге аларға ақша керек. Қайдадыр бүйірілі іш башлап жіберіге ақша керек, қая басыма ақша керек. Нәрсәсін, күн нәрсәсін мен айтам сен. Ол енді уақытында тігі ішләген ире шуаш, мұнсын білмем, ненде милләтін вакилі енді ол, енді не, шул бір малайы уақытында өліп кеткен, екінші малайы арақыға башын салып, бұл шул енді ұнығы внучкасы енді. Yok, ол келмеген, бабайына келіп берген, бабайы ақшасы пенсия көп болғаш. Мұнарға келмей, бәлкі мен өтіп барғанда қарайым, бір өзі шығада отыра, 2 бөлмәлі фатирдан түшәді, асқа, шында отырады, яңадан да, хатта балконында жоқты, проспектқа шығып тұра тәрізелері, шында бір өзі отырады, тек шул подъезға. Бір яқтан аңлап бұла енді. Міне шундай хәл, ауыл уақытында тігі мәрхумәнің тігі Халал жифеті барсам, Шаймеев тетік зарлана. Міне де Ульянов өлкәсінде бәйелер түбән. Мен анда білесің ме, орысша айтмышы, уровень жизни низкий, шуна көре хезмәт хақы да түбән, шуна көре анда ризықта арзанырақ. Міне біздің Удмуртия, Чувашия мәселен, Мария, аларда да міне шунан товар кетірілер бізге сатырға. Чөнки анда орысша айтмышлы затраты низкий, чөнки халық ауырақ яши, хезмәт хақы түбән, шуна көре аларға тігі алардан мұнда кетіріп сатырға оңай. Шунасын Шаймеев ти, міне де шулай деп танқитлейді тұра ол уақытта. Мен айтам, сен ана юғарырақ ана тігі айттым енді жетекшілеріне. Неге аларын танқитлемейсің? Біз Қазан мен айтам, тулысынша бет идере етмей, ақша бет шунда кетіп бара, салымларыны шул гіл алалар да тұралар мен айтам. Сен неге айтмейсің мен айтам. Шулай неттім енді анаға. Шул уақытында енді шунас кетіп қалды да ол. Бригадир болып ішлеген енді. Түзуде, тігі стройкада, хатыны бір өзі қалған енді.
Шул бер малай ичеп үзен бетереп ята, берсе китеп калган инде. Малайның кызы инде сирәк килә, моны чөнки бабайы исән чагында пенсиясе яхшы булган, анарга килгән дә ул, хәзер инде бабай булмагач, пенсия күп булмагач бик килми дә. Менә шундый тормыш инде. Мин аңа әйтәм, син әне шатланып утыр. Чөнки синең аякларың, кулларың бар, күзләрең күрә, колакларың ишетә, шатланырга кирәк. Әнә мин әйтәм, нәрсә син яшьләр дип көнләшәсең? Яшьләр бар ана, алар өйдә утыралар, чыга алмыйлар. Алар бер вакытта тик коляска белән урамда йөртәләр аларны. Алар күбесенчә өйдә утыралар. Син аякларың белән төштең дә, чыктың да, әле сөйләшеп утырасың, әйтәм. Бу бер бәхет, кадерен белергә тиешсең дим. Мин аны инде теге аңладыммы, юкмы, син сөйләмә, кайсы кешегә урысча әйтәләр бит, урыс хоть кол на голове тиши ди, шуның шикелле. Җәмәгать шул теге нәтиҗә әйтеп нәрсә әйтәсе килә. Булганна шатланып, канәгать булып яшәргә, чөнки ул безне дин буенча да шул безне өйрәтәләр. Канәгать булганна. Аллага шөкер дип яшә ди, канәгать бул шул булганна. Ул сине сыныйлар ди. Мәсәлән, син телисең акча, килә ул акча. Бер нәрсә сорыйсың, ул сораганда син башта телә сәламәтлек, шул нигене телә үзеңә, соңыннан шуннар телә. Чөнки кайсы вакытта шул китә дә кала, ул теге килә теләгәнең, үзеңнән син теге что имеем, не храним, потерявший плачем дип урыс мәкале баран. Шуңа күрә алар кайсы кеше аңламый аны. Менә зарлана, теге кирәк, бу кирәк, тегесе менә байлык. Ну инде нәрсә ул? Кеше килә, һәр инде ярышалар, бер-берсе белән ярышалар, өйләр матурлый. Ул теге ничек әйтергә, туктамастан ярыш инде ул. Бер-берсеннән тик матуррак эшлисе килә. Хәзер инде элеккә караганда бер-берсенә кунакка да йөрмиләр, күрмиләр дә. Кем өчен тырышалар шул? Юк, менә җанын, тәнен биреп, сәламәтлеген калдырып, шуны матурлаган булалар. Минем теге апам әйтә бер вакытта, өеңә карамыйлар, сыеңа карыйлар ди. Хак сүзләр инде ул, чөнки менә кеше килә дә синеңа ачык йөз белән, ипи-туз белән нитсәң, ул син өең матур булса, әгәр дә салкын шундый каршы алсаң, ул шатланмый, шайтас килә. Шуны аңларга кирәк. Булганнар шөкрәнә дип яшәргә кирәк. Юк, әни мәрхүм гомер буена ничек әйтә инде? Хата әйтергә куркам, мен теге аска карап шөкрәнә өскә карап төкрәнә кылдым, нәрсәме дип. Шуны ничектер аңладым. Әллә икенче төрле кирсенчәме инде? Аска карап төкрәнә, аска карап шөкрәнә кыл дипме? Шулаймы? Шулайдыр бәлки, әйе. Шулай дип. Шуны әйтәсе килә. Булганна Аллага шөкер дип яшәсәң, шунда канәгать буласың. Чөнки байларында әйтәләр, кемдә миллион бар ди, ул миллиард булган, кемдә бар, шунадан көнләшә ди. Кемдә миллиард бар, кемдә 2, 3, 4, 10 миллиардтан шунардан көнләшә ди. Тегесе тагы байларга карда чагыштыра да ди, үзен хәерче итеп саный да. Ул байлык ди, ничә инде әйткән акыллы кешеләр, байлык ул бәхет китерми ди. Ул инде сизелми. Ну, берсе әйткән урысча бик акыллы инде. С деньгами не так хорошо, как с ними, как без них плохо дигән. Шуның шикелле инде бер кайчандыр уйласаң, ул акча кирәк, шунда да акчаны беренче урынга куеп булмый, чөнки акчадан башка бик зур байлыклар бар. Берсе әйткән бит, менә син күпме, менә күзең булмаса, күз өчен акча бирәң булсын дип. Әгәр дә тагы нәрсәң булмаса, күпме нәрсә. Шуны әйтәсе килә. Адам баласы ул аңламый нинди байлыкка хуҗа булып торганны. Ул нәфис дигән, нәфис. Гел шул нәфисне тыйырга дип торалар, безне ата-бабаларыбыз өйрәтеп тордылар. Нәфисне, нәфсе дип безгә казакча теге нәфсе дип әйтәләр. Бездә нәфисне тыйырга кирәк. Булганна шатланырга кирәк. Чөнки ул теге әйтәләр, так и жизнь проходит и не заметь. Шуның шикелле ул кеше тормышын әйтәсе килә. Булганна адам баласы шатланып, канәгать булып яшәсә, минемчә ул теге инде ризыкны да кайсылары, мәсәлән, вакыт бетеп бара инде. Ризыкны да кемдер гади ризык белән тукланып канәгать була. Кем яхшы ризыклар ашап та канәгать булмый. Шул безнең караштан тора ул. Исән сау булыгыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.